Сәлем, біздер бүгін тыквенный, яғни асқабақтан торт дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар, міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркелуді ұмытпа. Ал кеттік. Өте оңай, жеңіл торт. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамыз салып, үстіне қантымыз салып, миксерлеп аламыз. Өте көп миксерлемейміз, кішкене миксерлесек жарайды. Одан кейін үстіне ванильді қантымызды, сұйық майымызды, тыква, яғни асқабақ пюресін, одан кейін тағы да миксерлейміз. Бұны араластырып болғаннан кейін құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз, яғни ұн, қопсытқыш, одан кейін кукурузный крахмал, шым-шым тұз салып, ситадан өткіземіз. Міндетті түрде ситадан өткізуіміз керек. 2 бөліп араластырамыз. Міне, тағы да екінші бөлігін саламыз, тағы да араластырамыз. Осы бисквитімізді, яғни тестімізді 18 диаметрлі формаға салып 180 градуста пісіріп аламыз. Ең соңында апельсин цедрасын қосамыз. Бұл бізге бисквитімізге өте керемет дәм береді. Ал екінші бисквит бұл какао, яғни шоколадты бисквит. Дәл сол процесті қайталаймыз, тек үстіне какао ұнтағын саламыз. Мінеки миксермен араластырып болғаннан кейін де бұл қоспаны 18 диаметрлі, яғни сол формаға салып 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Піскенін спашканың көмегімен қараймыз. Креміне келсек, творожный сиырымызға сахарный пудрамызды қосып, бір келкі қылып миксерлеп аламыз. Бұл біз үшін түйіршік қалмау үшін керек. Одан кейін мен осындай Чудской озеро сливкиін қолдандым. Оны қосып, қоюланғанша, яғни масса өзін ұстайтындай күйге келгенше миксерлейміз. Мінеки креміміз дайын, енді тортымыз жинаймыз. Мен бірінші тыквенный, яғни асқабақты бисквитімді қойдым да, осындай шариктер қойып шықтым. Яғни піскен бисквитімізді 2-ге бөлеміз, түсінікті болу керек. 2-ге бөлеміз, сонда бізде 4 коржы болып есептелінеді. Одан кейін шоколадты, яғни какао қосылған бисквитімізді, одан кейін тағы да асқабақ, одан кейін шоколадты бисквитімізді салып, кремімізді осылай құйып шығамыз. Мінеки осымен біздің тортымыз дайын, өте оңай, және дәмі өте керемет торттардың бірі. Пропитка бір күн тұру ештеңені де қажет етпейді. Өте дәмді, керемет торт деп айтуыма болады. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Ал енді менің каналыма тіркеліп, видеоны толықтай көргендеріңіз болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздерден қолдау күтемін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Ақмарал.